құлағыңызға салсам. Иә, дауысыңыз жақсы естілсін деп қосылды ма? Құрметті достар, қазір мен Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылындағы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы нөмір 19 мектептемін. Бұл мектеп бойынша біздің осы білім саласына бақылау жасайтын мемлекеттік орган жанынан әдеп жөніндегі кеңес құрылған болатын. Сол кеңестің күн тәртібінде осы жердегі Назарбекова, ұмытпасам. Назарбекованың арыз шағымы бойынша директордың әдеп бойынша іс-әрекеті мәселесі қаралған болатын. Өзіңіз білесіз, сіз сол кезде сол кеңеске қатыстыңыз. Сол кезде сізге бірнеше сұрақ қойылды, сіз обобщенно көп нәрсесін былай айтқанда бірге қосып бердіңіз. Бірінші сұрағым, сол кезде неліктен сіз комиссия кеңес мүшелерінен рұқсат сұрамай, немесе әдептілігіңізді білдірмей тұрып шығып кетіп қалдыңыз? Әдеп кеңесі деген, әдеп кеңесі өзінің ережесін сақтаған жоқ. Қандай жан-жақтан қандай сұрақтар қойылды. Сосын бірінші ереже бойынша, мысалы, біздерге шақырмастан бұрын, не үшін шақырғаны туралы айту керек еді. Ондай нәрсе айтылған жоқ. Мен білім бөлімінен 3-4-еуіне звондап сұрадым, не туралы шақырып жатыр деп. Олар ДКСО-ның тексерісі бойынша деді. ДКСО бойынша дайындалып қойған. Ал егер ол жерде нақты осы мәселелерді қаралады деп айтса, дайындалып баруға болады. Тақты сіз ол жерде жауап бердіңіз ғой. Ол жерде бірнеше мұғалім бар, маған қарсы шығып отқан, ол жердегі бірнеше адам бар, маған естіп отқан, басқалардың бәрінен мен көңілдерінен шығып жатырмын, сол бірақ тоққа мен ұнамай жатырмын деп сіз маған жауап бердіңіз. Тура сіз жаңағы давка не деген, сіздің именно менің қойған сұрақтарыма айтып отырсыз. Өйткені ол жерде основной басты негізгі сұрақ берген, және сіздің сұрағыңызға жауабыңызға қанағаттанбаған азаматтың бірі мен. Ол рас. Ол туралы толықтай видео дәлелдер, сол комиссия кеңесінің отырысы толықтай құжаттары бар. Неліктен сіз жүрегіңіз ауырып тұрды ма, басқа жағдай болды ма, сол өзіңіздің мұғалім ретінде, ұстаз ретінде ілтипаттылығыңызды білдіріп кешіріңіздерші, мен қазір қатты не істеп тұрмын, күйзеліп тұрмын, мен шығып кетсем бола ма деп айтуға жағдайыңыз болмады ма? Жоқ, айтылған жоқ, өйткені ешқайсысы ол жердегі комиссия мүшелерінің ешқайсысы одан кейін сіз шыққаннан кейін бізде талқылау болды, бұл не деп, сонда ол жердегі отқан ардагер ұстаздар отыр. Анау 45 мектептің директоры отыр. Айша Бердешқызы 45-тің, ол деген бүкіл Жамбыл облысында нөмір 1-ші мектеп. Айша Бердешқызы қойған. Ол жақта талай баланың өмірін жалғап, талай баланы Сармолдаевтан үлкен өмірге өткізген. Камила Құстұтынова отыр. Мақұл, міне екі ардагер отқан кезде, мақұл, сіз бізді, министрліктің адамдарын, Ускумбаеваны, профсоюзы, сіз барға ол жерде мойындама қойыңыз. Бірақтан өзіңіздің алға буындағы еңбек осы ардагерлеріне альтипатты неліктен көрсетпедіңіз, соны айтыңызшы маған. Мен ол жерде қандай положениеде болғанымды көрді, алдымда отырған кісілер. Мен де болдым. Напротив отырған кісі айтты, я и так уже тяжело деді. Қандай давкілер жасады? Давка дегенде сұрақ қой ол жерде. Ол жерде давка дегенде де сізде. Ондай әңгіме болған жоқ. Одан мақұл, енді хорошо, мақұл, онсын енді ұсынысы берілді. Қазір оған білім бөлімі өзінің заң аясына сол кеңеске жауап беру керек. Бірақ бізге түскен ақпарат бойынша, маған әсіресе түскен ақпарат бойынша, педагогикалық заң бойынша сіздердің үстіне, басшылардың үстіне түскен арыз немесе арыз жазғандарды педагог туралы заңға сәйкес сіздер қудаламауыңыз керектір. Өйткені ол заңмен қарастырылған. Бірақ біздегі ақпарат бойынша сіз өткен аптада жұма күні больничный листіңізді жаптыңыз, сөйтіп суббота күні жиналыс өткіңіз, сол жиналыста тұрып, сол сізді сол сіздің үстіңізден сізге шағымданып жатқан адамдарды тікелей қудалау болып жатыр. Біріншіден, неліктен сіз сенбі күні жиналыс өткізіңіз? Өйткені сенбі күні бұл Қазақстан Республикасы еңбек кодексі бойынша демалыс күн. Неліктен? Гимназия сыныптарында бізде қазір 6 күндікке көшкенбіз.
Ну, еңбек кодексі бойынша жақсы ма, или сіздердің 6 күндік, или ішкі ережелеріңіз бар? Ішкі тәртіп ережесі де бәрі бар. Стоп. Міне, мақұл, екі заң тұр. Білім және ғылым министрлігінің ішкі тәртібі және еңбек кодексі қайсы жоғары? Қайсы жоғары? Негізі қайсы жоғары? Заңгер ретінде мен деген заңгер ретінде мен толықтай айта аламын. Еңбек кодексі ол ішкі неден жоғары. Екінші, сол педагогикалық не бойынша сіз жаңағы қысым көрсетті, соң сізді ары қарай бізге жұмыс істетпей жатыр деп сол топ наразылық білдіріп отыр. Енді сіз бірінші аудандық мәслихат депутатысыз. Сіз бірінші күн директор емессіз. Сіз неге осы кикілжіңді өзіңіз отырып, бүкіл коллективпен ортақ шешімге шығарамай отырсыз? Неге? Неліктен? Адам мен адамның өзі тіл тапсамайды ма, или әлде біз деген осындай немен осы жуалының осы мектебі деп бүкіл министрге біріп алды, ары қарай осы мектеп дау ары қарай жалғасу керек пе? Сіздердің осы теке тірестеріңізден, мысалы мен сол арызды оқыдым, мектеп гимназияның, жаңағы гимназия несін алып тастау деген мәселесі. Пунктен. Бойынша жаңағы 2021 жылдың 7-ші қыркүйегіне дейін бізге уақыт берілді. Сол 6 айлықтың ішінде осы тәртіп зерделенеді. Қазіргі таңда біз соның 90%-ын орындап қойдық. Біреуі ол қойылмайды. Себебі бұл мектеппенен келмей жатыр, бірінші класстан қабылданған оқушы. Іс құжаттары жоқ оқушылар қабылданған иіні. Мен кегелберге 15 оқушының иінін жасатып бердім. Ата-аналарына да өздеріне де қайта жолдап бердім, бәрін жолдап бір оқушының еш жерде иіні де туылған туралы жоқ. Қалғандардың бәрі бұл жерде. Енді бұл жерде жасалатын жұмыстардың бәрін жасайды. Ол түзетуге келетін нәрсе. Сосын 17-ші жылы жаңа жаңартылған білім мазмұны бойынша оқығанда сертификаттар сатылған бұл мектептер. Сол сертификатпен салып отыр. Бір мұғаліміміз. Енді оны мен білмеймін ғой, қалай сатып алған, кім сатып бергенін. Бізде бұланы документтің ішінде құжаттары тұрмақ, сол бойынша өткіземіз сертификатты. Сол жаңағы сатып алынуына, өтірік жасалғаны анықталды сол жерде. Сосын бір кісінің бұл енді мұғалім, бізімнен қабылданған мұғалім, оны мен алған жоқпын жұмысқа. Енді сол үшеуі үйлескен болып тұр ғой. Маған дейін болған нәрселер, бірақ қазіргі таңда уже ретке келтірді. Енді бір нәрсе бар, маған дейін, маған кейін деген әңгімені білесіз. Сіз оны көтереді. Бірақтан кекілжінді, мынау топпен, мынау өзіңіздің арасындағы топты сіз қашан шешесіз? Сіз, мен сізге как директор ретінде мен сізге айтып отырмын. Сіз бұны қашан шешесіз? Сіз бар ол осылай тура бәрімен осы ұрсып, артынан қудалап, артынан жиналыс жасап, анаған мынандай беріп, мынаған мынандай беріп, сол нәрсе сізге керек пе? Керек емес. Енді неге жасайсыз? Енді қараңызшы, неғып бұлар анонимді арыздарға жазады мектептің почтасына. Жан-жаққа. Стоп. Енді өтініш, отговорка жасаудың сізге, отговорка жасаудың бұл жерде ешқандай несі жоқ. Мен сізде сол әдеп кеңесінде де айтқанмын. Сіз маған айтыңыз, 200 Исламбек менің мұғалім қолдап отыр. Енді бірақ тоқты. Мен сізге сол кезде де айттым. Мен бұндай директорлар мен өз басым көп мектептерді аралаймын, сіз секілді жаңағы көпшілігін бүйтіп жаулап барып, бір топқа қарсы тұрып қойып тұрып, бір-бірімен істеген нәрсені мен шыны керек қаламаймын. Ол ішкі мектептің бүкіл аурасын бәрін, білім бәрін саяз қылып жүреді. Бәрі өйткені бір-бірін, біріншіден, анау түртеді, шұқиды, тексереді, анау адам, мынау мынаны адам деген секілді. Сондай нәрсені доғару керек қой. Қазір бәрі ашық. Айтады ма? Пікірін айту керекті, келісу керекті, керек нәрсесін алып, керек нәрсе емесін ортаға салып, ортақ шешімге келу керек қой. Неге сізде ондай жоқ? Сізді осы пәрменді партия осы сізді неге қосты ғой осы? Нұр Отаннан осы мәслихат депутаты болсын деп.
аудандық мәслихаттың осы бюджетке не істесін, басқаға несін деп берді ғой. Сол мәселені сіз неге шешпей жатсыз? Анау ауруханада жатып, осыны бітірейін, осыны не істейін деп бір шешімге келген жоқсыз ба? Келдім, бәрі қояды. Мен келгенде уже қазір енді біз жинайық деп отырмыз. Әлі жинақ деп отырмыз. Әлі келеді ғой бұл мәселе. Жоқ, енді шақырсақ келмейді. Сіз мысалы суббота күні жиналысыңыз өткізбей, бәрімен бірдей отырғызып, бәрімен бірдей келісіп, ортақ шешімге келетін не бар ғой, сіз мысалы біреудің абыройына, намысына тидіңіз. Сіз бар ғой, ол жерде де айтып қойдыңыз. Олар намысыма тигенде мен қорғайтын мен ешкім жоқ. Ал олар арыз жазғанда бәрі соларды қорғайды. Сонда шындық қайда? Мен соны түсінбедім. Мен осы уақытқа дейін бір еуіне үндемей отырдым. Өсек айтқандар, ары да жүгірді, берді. Қысқартудан басталды бәрі. Қараша айында, желтоқсан айында маған білім бөлімінен 2 бұйрық берді, 10 штатты қысқартылсын деп. Сол 10 адамды мен қысқартпай, орын тауып бердім осы жерде. Жұмыстан шығарған жоқпыз. Міне содан басталды. Енді осыны түсіндірсеңіз, егер де сіз оларға орын тауып берсеңіз, егер де сіз ешкімге былай айтқанда ар намысына дөрекі сөйлемесеңіз, ешкім сіздің түсіңізге бар, мына директор жаман екен, мынандай екен деп ешкіммен істемейді ғой. Тек қана мектептің іші емес қой, сырт қосылып кетіп отыр ғой. Ол уже үлкен мәселе болып тұр. Сырт? Не сырт сонда? Сырттағы адамдар. Не сыртта? Уже жекеменшік мектеп айналып кетті. Жекеменшік болмайды ғой бұл мектеп. Уже мен берді істемеуім керек, кетуім керек екен. Сонда өз адамдарына келіп отырғыз керек. Мәселе мені сол жақтан тұрады. Тоқтатылмай жатыр. Мен қанша жыл тоқтатылуға тырыстым. Мен бір мұғалімге барып, мен өз намысымды таптап барып, мен сөзімді сөйлетіп, мен ешкім жоқ. Ондайға барған жоқ. Енді сіздің енді ол жердегі басты біздің әдеп бойынша қараған мәселеміз сіздің жаңағы дөрекі сөйлеп не істегеніңіз. Мен дөрекі сөйлеген жоқпын, форма. Ешкімге мен дөрекі сөйлеген. Форма киіңіздер деген бір ғана сөзім. Оған мені мынау психологтар, социологтар отырған. Мектепке форма киіп жүріңіздер. Форма дегенде мен строго бір қара киім, строго бір не деген жоқпын. Кәдімгі офисный жаңағы классический немен жүріңіздер дедім. Енді мектепке қалай осылай келуге болмайды ғой. Бұл сентябрьде ме, августте ме айтылған нәрсе. Болды. Одан басқа мен сенің түрін анандай екен, сенің мынау мұндай балағаттаған жоқпын. Мынандай джинсы шалбарлар мектепке мұғалім киюге болмайды. Кәдімгі мен соны талап еттім. Бұл біздің ішкі тәртіп ережемізде де бар, және неде де бар. Жарғыда да, уставта да бар. Енді сізге соңғы сұрағым және түп сұрақ. Сіз бұл мәселені коллективтегі ішкі жағдайға, сыртқы жағдайға жауап беретінсіз. Басқа сырттағы күштер келсін, іштегі күштер болсын, не істесін, ол құда ешкімнің шаруашылығы еткені. Бірінші мектепте ахуалға, балаға кіргеннен бастап, баланы шыққанға дейін жауап беретін ол кім? Ол директор. Директор өйткені бөліп, әрқайсысын бөліп қойып тұрып несе, ол кім? Ол директор. Оның бәрін аузын біріктіріп, бәрін бір жеңнен, біреуіне әке деп, біреуіне көке деп, біреуіне апа деп, біреуіне сіңілім деп, біреуіне қарындасым деп қарайтын кім? Ол директор. Ол сіз сол үшін лауазымды қызмет алып отырсыз. Сіз бар ғой, жай мұғалім емессіз. Мысалы, жай мұғалім болсаңыз, айтамыз, сен жай мұғалімсің, сен өзің жұмысыңды атқар, өзің неңсе. Но сізде еще мәслихат депутаты деген атақ бар ғой. Оның бәрімен жұмыс жасады. Бірақ икемге келмейді. Сыртқа қайта барады. Алдыма шақырталды, сөйлестім де. Мынау дұрыс емес. Медиацияға шақырыңыздар. Енді құрдық қой әдеп кеңесі дегенді мектепте. Медиация деген нәрсе ол дегенді мүлдем басқа нәрсе. Бізде мектепті неге де Забрайнаның алдында да жиналды, Замакин алдында да жиналды. Замакин кетіп қалды ол zaman, иә? Жоқ, ол қазір Асқар Жабағұлы береді. Кетіп қалды ғой. Сөйтіп сол жерде де жиналды. Сосын келгеннен мектепте де жиналды. Бәрі өз-өзіне жиналды. Дұрыс шешілді. Түсініспеушілік болды деді. Бәрі қойдық. Енді жұмыс істеуіміз керек. Жұмыс істеп жатты. Бірақ бақылау келгенде тағы да сол мені ұстарды. Мен ұстаса директор кетіп қалады деген оймен істеп отырмын. Сондай болып тұр. Жоқ, қалған сұрақ қойдың ешқандай несі жоқ. Білген жоқ. Қоя тұрыңыздаршы. Мұғалімдер қоя тұрыңдаршы. Тынышталамыз. Мен сіздерге келіп отқан жоқпын.
мен мына жаққа лауазымды қызметкерге келіп отырмын. Менің сұрағым бәріне жауап беретін лауазымды қызметкер.